Good morning, children. Good morning, teacher. How are you, Stone? I am okay. I'm okay. Yeah, I'm fine. Well, children, take your book and the copybook. Kitaplarınızı alınızlar. Today our new saying, by the sea. Bugün жаңа сабағымыз by the sea тақырыбында. By the sea дегеніміз теңіздің жанында. Теңіздің жанында. Бүгін біз осы тақырып жөнінде білетін боламыз. And of the lesson, you will learn new words, what present continuous tense is, how to use present continuous tense. Бүгін біз жаңа сөздер білеміз, және present continuous дегеніміз не, және оны қалай қолданамыз. How to use present continuous tense. Сол жөнінде білетін боламыз. Енді мен соларды білмес бұрын үй тапсырмасын сұрап алайын. Кішкене сөздік берген болатын, иә? What was the home task? Не берілдігі? Кішкене сөздік берілді. Так, не сөздер еді ол? Өткен сабақта. Қалай? Boots. Umbrella дегеніміз не еді? Қол шатыр. Boots. Етік. Тағы не бар? Шорт ол не? Шорт не? Тағы не бар? Coat бар ма? Coat. Ол не? Молодец. Бері қараңыздар, балдар. Бүгін жаңа сабағымыз new words, иә? Мен қазір оқимын жаңа сөздерді. Мен екен қайталаймыз. Жарай ма? Repeat after me. New words. Get wet. Get wet. Get wet. Get wet. Get wet. Get wet. Суға малыну. Суға малыну. Яғни су болу, иә? Sail. 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 Қайықпен жүзу. Қайықпен жүзу. Water ski. Water ski. Water ski. Water ski. Су шаңғысымен Су шаңғысы. иә? Так, surf. 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 Surfingпен айналысу. Surfingпен айналысу. Pool. 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 Бассейн. Бассейн. House деген мағынаны білдіреді. Бассейн. Бассейн. Pool. Pool. Молодец. Dive. Dive. Тез түсу. Тез түсу. Яғни суға сүңгу, су астында жүру деген мағынаны білдіреді. Dive деген. Так, тағы қайталап жіберейік. Get wet. Get wet. Sail. Sail. Water ski. Water ski. Surf. Surf. Pool. Pool. Dive. Dive. Жарайды, балдар. Take a vocabulary and write down these new words. Сөздерді алыңыздар да, мына сөздерді жазып алыңыздар. Жарай ма? Қазір осы сөздерді пайдаланып, біз тапсырмалар орындаймыз. Жарай ма? Тақтадағы бүгінгі күн көрініп тұр ма? Yes. Жаз болып bakımda yine canlı sınıfta çıktı. New words, ya, жаңа сөздер. Қазір осы сөздерді пайдаланып, мысалдар келтіреміз.
get wet suga malunu, sail tayfun yüzü, water ski su şanlı, surf surfing zaman oku, pool bassein, dive tez su, sungu diyor manada postları. Unutma, ağzım doldu. Geçemez var. Tamam, tasarım bak. Biraz. Bot koyar. Gerek, devranı. Devranı, balık. Present continuous tense. Sozlulығы осы шақ. Present continuous tense дегеніміз созлулығы осы шақ. Бері қара басын. Бері қара. Мен маңда. Present continuous tense дегеніміз созлулығы осы шақ. Осы шақ дегеніміз қазір болып жатқан іс-әрекетті білдіреді. Біз қазір не істеп жатырмыз? Сабақ оқып жатырмыз. Жазу жазып жатырмыз, иә? Қазір болып жатқан оқиға, иә? Дұрыс. Ол now, қазір, at the moment, осы уақытта дегенді білдіреді. Иә? Жарайды. Present continuous tense дегеніміз деген созылуы осы шақ дегеніміз не? Қазір болып жатқан іс-әрекетті білдіреді, иә? Now, қазір at the moment осы уақытта, иә? Жарайды. Міне. Біз present continuous tense'ті білуіміз үшін to be етістігін білуіміз керек. To be етістігін білеміз, иә? Болу етістігі, иә? To be етістігі am is a болып үшке бөлінеді. Қаншаға бөлінеді? Үшке, am is a. Біз өзіміз туралы айтқан кезде I деп айтамыз, иә? Мысалы, I am, иә? I am. He, she, it, is болады. Мысалы, he is, she is, it is, иә? Ал олар, біз деп айтқан кезде ол уже көпше тұр. Иә? Яғни a қоямыз. Міне. You are, we are, they are. Яғни екі адамнан артық болғаннан кейін, асқаннан кейін a қояды. Мысалы, Cat and Bob are. Иә? Не қараңыздар? Адамның атын айтқан кезде қолдана береді is. Айша is, Қайрат is, Cat is. Cat дегенімізде мысық, яғни жануарлар мен жансыз заттарды айтқан кезде де it is деп айта береміз. Түсінікті ма? Жарайды, балдар. Дер қараңыздар. Қайталап жіберейік, иә? Осы жаңағыдегі ing қай кезде жалғанады, am жекеше тұр, is, are қай кезде қолданады. Мысалы, I am reading. I am reading. Қайталаймыз. I am reading. I am reading. I am reading. Айға am жалғауын жалғап атырық. Жаңа не көрсеттім мен сізге түр етістігі бойынша, иә? Reading. He is reading. She is reading. Кім ойшы? It is reading. Молодец. We, you, they. We are reading. You are reading. They are reading. Молодец. Яғни мен оқып жатырмын. I am reading. Қалай? I am reading. Мен оқып жатырмын. He is reading. He is reading. Яғни ер бала, ұл бала оқып жатыр, иә? She is reading. Яғни ол оқып жатыр. It is reading. Дұрыс. Жоқ, біз емес, ол. Яғни
We are reading. Biz оқып жатырмыз, ya. You are reading. Sizler оқып жатырсыздар, ya. They are reading. Олар оқып жатыр. Молодец. Тағы пысықта жатқанын көріп жіберейін. Міне. Ескерту, балдар. Тыңдаңыздар. Ескерту. Мұқият тыңдап алыңыздар. Қазір тапсырмада кездеседі. Dive сөзі i әріппен аяқталғаннан кейін i әріпі түсіп қалады да ing жалғанады. Dive, diving. Қалай болды? Dive, diving. I әріппен аяқталғаннан кейін i не қылады? Түсіп қалады, иә? Мысалы, swim. Swim дегенде бір ғана дауысты әріп болғандықтан, I әріпі дауысты болғандықтан, соңғы M әріпі екі еселенеді, міне. Мысалы, swim, swimming, иә? Swim, swimming. Молодец. Берқаныз, осы жөнінде жаңадегі тапсырманы түсінсеңіздер, мына жаттығуды оқып айтып беріңіздерші. I am jumping. Не істеп жатыр? Мен секіріп жатырмын, иә? Дауысымызды шығарып айтамыз. She is Sürekli sıralayan şimdi niye olan bu kadar? Niye bir tutamıyor? Ama Japon niye bir tutamıyor? Так. I am jumping. Men секіріп жатырмын, иә? She is swimming. Мен емес. Ол жүзіп жатыр. Яғни she болғандықтан кейін кім? Ол. Яғни қыз балаға айтып жатыр, иә? Sleeping. Как is sleeping? Мысық не болып жатыр? Ұйықтап жатыр. Яғни бұның барлығы қай шақта болып жатыр? Қазір болып жатқан уақыт, иә? Дұрыс па? Мен секіріп жатырмын. Ол шомылып жатыр. Мысық ұйықтап жатыр, иә? Жарайды, балдар. Жарайды. Кеттік. Мына тапсырманы орындап беріңіздерші. What is he doing? Ол не істеп жатыр? Жай ғана reading бола ма? He is, bunu оқимыз. He is reading. Дұрыс. Ол оқып жатыр. What is she doing? She is dance бола ма? Dancing. ing қосып айтамыз. She is dancing. What are they doing? Дауысымызды шығарып айтамыз. They are. Не істеп жатыр суретте? Не істеп жатыр суретте? Ойнап жүр ме әлде? Жүгіріп келе жатыр, иә? Жүгіруді не дейміз? Reading оқу. Run. Сонда не болады? They are running болады, иә? Дұрыс. Молодец. Тағы қайталап жіберейікші. What is he doing? He is reading. Яғни не істеп жатыр ол? Оқып жатыр. Не оқып жатыр? Кітап оқып жатыр. What is she doing? Dancing. Бұл қыз не істеп жатыр? Билеп жатыр. Мыналар не істеп жатыр? What are they doing? They are run бола ма? Running болады, иә? Молодец. Тамаша. Ал балдар. Сіздер осы тапсырма бойынша қазір кітапта 96 беттегі 4-ші жаттығуды сәйкестендірейік. Кітап қараңыздар 96 бетте. Page 96, exercise 4. Бер қараңыздар. Бірінші суреттермен сөздерді сәйкестендіреміз. Қараймыз. Біріншісі get wet. Get wet. Қай сурет?
Суламалы қайсы суретте тұр ол? A, иә? Дұрыс. Так, одан кейін sail. Sail. Ол қайсы сурет? Қайықпен жүзу. F. Молодец. Water ski. Water ski. Қай сөзбен келіп тұр суретпен? С деп айтамыз ба? Water ski. D болады. Дұрыс. Одан кейінгі surf. Surf. Қайсы? B болады. Жарайсыздар. Pool. Бассейн, иә? Жаңада сөз көрсетті болады. Қайсысына келіп тұр? C. Молодец. Соңғысы dive. Dive. Қайсы көріп? E болады. Жарайсыздар. Так, тағы қайта дейік. Get wet. Sail. Water ski. Surf. Pool. Dive. Water ski. Sail. Get wet. Орындарына осып айтып. Get wet. Sail. Surf. Pool. Соңғысы dive. Жарайсыздар. Енді балдар келесі тапсырмаға қараңыздар. Мына жерде былай берілген. Complete the sentence, then match. Яғни сөйлемді аяқтаймыз да, одан кейін ing қосып жазамыз. Иә? Қалай жазамыз оны? Шашап кеттіңдер ме болды? Так, мұнда былай, қараңыздар. Шашасаңыздар, бәріміз орнымыздан тұрамыз. Орындарыңызды тұрыңыздар. Қазір сервистер жазып жүрейік, иә? Болмақ былай. Қазір тоқтаңыздар. Кеттік ал, қайталаймыз. Olay olsa bu tasarıma kararında. Bu kaç attı? 7 ya. 7. şartında bulay belirgen. Paul degende. Üçüncü misal. Paul. What is ski? What is ski degemizde can? Suşamsı ya. Енді мұқият тыңдаңыздар балдар. Paul деген жаңа демен түбетсіздігімен келіп, мысал келтіріп бердім, иә? Түбетсіздік бойынша адамның аттары не қойылады деді? Is қойылады, дұрыс. Paul is water skiing. Water ski дегенге ing жалғаймыз. Иә, water skiing. Мысал қараңыздар, былай берілген. Көрдіңіздер ме? Paul is water skiing. Жақшаны ашып, ескі жалғаймыз, ing жалғаймыз, is қоямыз.
Енді қараңыздар. They дегенде жақша ішінде sail. Sail деген не сөз еді? Сөздерді көріңіздер. Sail. Қайықпен жүзу. Енді қараңыздар. They деген ол көкше түрі, иә? Көкше түріне не жалғаймыз дедік жаңағы? Иә? Жалғаймыз. Дұрыс. They are sail емес sailing. ing жалғаймыз. Міне былай жалғанады. Көрдіңіздер ма? They are sailing. Енді қазір дәптеріңізді ашасыздар. Осы тапсырманы жазамыз. Түсінікті ма? Dolphin дегенде look at you деген. There dive. Bill and the Mark surf and fish. Енді жазамыз осы. Дәптеріңізді жазып алыңыз. Кім түсінбеді? Түсінбегендер сұрасын мені. Сіздердің жазғандарыңызды тексереміз. Түсінгендеріңізді көреміз қазір. Болдық па?
Мен жаңа ескертуде қалай айттым? Балдар. Ескертуде dive сөзі қалай жазылады дедім? Қалай? И әрпі сұқпалады дедім, я? Оның орнында ing болады, я? Diving болады, дұрыс. Swim дегенді түсіндірдім, я? Қалай жазылады? Swim. Bir ғана дауысты болғандықтан ол соңғы сөзі екі есе. Так, болдық па? Балдар, болдық па? Кеттік, олай болса тексереміз. Так. How is water skiing, yeah? Water skiing ing жалғады. They are sailing жалғады. The dolphin look at you деп болғанда не жалғады? The dolphin. Кім а жалғады, кім is жалғады? А болса дұрыс емес. А деген көкше түрінде ғана қолданады дедім. The dolphin is looking at you. Дұрыс. There dive деген. Онда не жаздық? There is diving болады. Жарайсыздар. Яғни и әрпі жоқ, я түсіп қалады да, оның орнына ing жалғаймыз. Bill and Mark surf деп қойған. Bill and Mark are surfing. Жарайсыздар. And is fishing. Fishing дегеніміз не? Балық аулау. Молодец. Енді қараңыздар балдар. Осы сөздердің дұрыс еместігін көремін баламыз. Осылай жаздыңыздар ма? Is looking. Я? Одан кейгісі. Ырысбек жеңіс сіздер а деп жазбасыздар. Жаңа айттыңыздар ғой. Я? Тұрлақ қойыңыздар. Так, төртіншісін көреміз. Derek is diving. Дұрыс жаздыңыздар ма? Бесіншісін көреміз. Дұрыс па, дұрыс емес па? Bill and Mark are surfing. Осылай жаздыңыздар ма? Жарайсыздар. And is fishing. Оларға осылай жаздыңыз ма? Жарайды. Молодец, жарайсыздар. Көп шығайын. Молодец. Бері қараңыздар. Балдар, енді бұны жаздық, я? Сіздер енді жекеше түріне изді қолданып, ағаны қолданып, көпше түрге. Екі мысалдан жазып беріңіздер барлықтарыңыз. Сіз айтып шығамыз. Мысалы келтіріп жіберейін, я? Мысалы, ұлан is diving. Ұлан не қылды? Dive дегенімізде жаңа. Қалай? Тез сүңгі, яғни суға сүңгіге, ұлан сүңгіп жатыр дедім. Ұлан is diving. Сол сияқты қылды. Мен жаңа келтірдім ғой. Аспан соқаңыз. Cat is sleeping деп жазып көрсетіп, я? Мысық не қылып жатыр? Ұйықтап жатыр. Я? I am дедім да? Jumping деп мысал келтірді. Тура сондай изді қолданып, ағаны қолданып, мысал келтірді. Түсінбегендерді сұраңыздар. Қалай келтіремін?
Бағым is sailing. О, sailing дегеніміз не? Sail. Қайықпен жүзу, молодец. Тағы да келтіреміз. Қане. Қане. Жеңіс is fishing. О, жеңіс балық алады. Отырып айта береміз. О, Миржан is surfing. Миржан, сен келтірген. Қане бастан. Full ма? Жоқ, ондай болмайды. Қалай? О, қане. Сырым is diving ба? Дұрыс, тағы. Отырып айта береміз. Қане Миржан? Представлять is sailing. Бізде сөйлемдер көп қой. Сөздер көп. Қараңыздаршы. What is to sail, look, dive, surf, fish. Келтіре береміз. Кән бағым, ода келтіре береміз. О, гүлім is surfing. Кән дұр бол. Сырым is surfing. Ой. Басқа сөйлеміз. Кән? They are sailing. Дұрыс. Яны көп шетілді айтып. Тағы. You are jumping. You are jumping. Тағы. Сырым is surfing. Тағы кетеміз. You are the bird. Getting. Sailing. О. Ендеу. Кетірмедіңіз. Бұл. Сатарат, сен де кетірмедің. Бұл. Сестер, жеңіз. Сіз де кетірмедіңіз. Бұл. Бұл тез етеміз. Кән тағы тапсырмен орын олып сен. Кән. Gerald is surfing. О. Тағы. Гүлім is surfing. Енді балдар қараңыздар. Біз қазір мына тапсырманы жазып қояйық. Осы тапсырманың астында кітаптарыңызда суреттер берілген. Сол суретке мәншек жасап берейікші, яғни сәйкестендіріп. Иә? Мысалы бері қараңыздар. Paul is water skiing деп қойған. Paul is water skiing. Ол қай сурет? Water ski дегеніміз не? Water ski дегеніміз не сөз? Су жаңыз, иә? Одан кейін. Қай суретпен келіп тұр ол? Астында сурет көрдіңіздер ма? Көрдіңіздер ма? Иә? Одан кейінгісі. Одан кейінгісі оқиықшы. They are sailing. Ол қай суретпен келіп тұр? Ол қай суретпен келіп тұр? Sea болады, дұрыс. Одан кейінгісі. The dolphin is looking at you. Ол қайсысына келіп тұр? Жоқ, И емес. F. Молодец. Долфин дегеніміз дельфин ғой, иә? Дельфинді білесіздер ма? Одан кейін төртіншіне қараңыздар. There is dive дейді. Ол қайсысы? И болады. There неғып жатыр? Суға сүңгіп жатыр, иә? Молодец. Bill and Mark surf дейді. Ол қайсысы? Иә. Дұрыс. And is fishing. Ол қайсысы? B? Дұрыс, B. Яғни қолына не ұстап тұр? Балық ұстап тұр, иә? Fish. Молодец, жарайсыздар. Енді бері қараңыздар, балдар. 8-ші тапсырмаға қараңыздар, 8-ші тапсырмаға. Read and complete деген оқимыз және сөйлемдерді дұрыстап қоямыз орнына, иә? Мысалы қараңыздар. We are, жақшаның ішінде have деп қойған. We are having, иә? A wonderful time here in Spain. 8-ші жаттығуға қараймыз. 8-ші жаттығуға қараймыз. Не деп қойған? 8-ші жаттығуға қараймыз. Ержан жеңіс. Одан кейінгісін оқиықшы. Одан кейін сөйлемді. Балдар. Даусымызды шығарып қатысып отырамыз. Так, сәуле, what is key деп қойған жақшаның ішінде. Не қоямыз оған? Жоқ, сәуле болған кейін не қоямыз жекеше түрге? Is.
Dros. Söyle is. What is skiing болады. Молодец. And kanat is. Dive деп қойған жақшына ішінде, иә? Diving in the sea. Молодец. Одан кейінгісі. Қалай болды? Swimming. Дұрыс. Одан кейін. And I. Жоқ. And Айға не жауап етесіз? I am. Write this postcard. Yeah. Spain is wonderful деп қойған. See you soon. Yeah. Кет, осыны бір оқып шығаршы тағы. Дауысыңды шығарып отырыңыз. We are having a wonderful time here in Spain. It's sunny and we are at the beach. Saturday is water skiing and the canal diving in the sea. Yeah, terus. And I am болады, ya. I am жоқ. Writing this postcard. Spain is fantastic. See you soon. Молодец. Балдар, бері қараңыздар. Бүгінгі байзиси тақырыбында біз не білдік? Не үйрендік? Жаңа сөздер. Соңғы осы шақ? Жоқ. Түгі етістігін бұрыннан білеміз бе? Бұның пайдаланымыз, иә? Бері қараңыздар. Міне. Present continuous tense дегеніміз не? Созылымды осы шақ. Сонда нені білдіреді? Қазір болып жатқан іс-әрекетті білдіреді. Иә? Now at the moment, иә? Қазір осы уақытта дегенді білдіреді. Енді бері қараңыздар, балдар. Осы бойынша біз қазір мысалдар келтірдік, иә? Қандай мысалдар келтірдік? Қазір болып жатқан іс-әрекетті білдіреді. Жаңа ғана келтірдіңіздер ғой басқаңыз. Бір мысалды. Изді қолданып, аны қолданып келтірдіңіздер ғой. Ержан is surfing what? Мына мысал келтірдіңіздер ғой сіздерге. Мына сөздерге жалғауларды жалғап келтірдіңіздер. Қалай келтірдіңіздер? Kan bang? Group is sailing. What? Tara. I am jumping. What? Group. Bagım is diving. Jarayster. Sırım. Arsalı. You are good. Kalay? You are good. Alright. Kan, kesin. Dastan is fishing. Bagım is surfing. What?
қайтадан жеңіз. A fishing болады. Ары қарай. Кім айтады? Janice is surfing. Жеңіз is surfing. And Janice is fishing. Інжу is fishing. They are They are sailing. sailing. Тағы. Түсінгендерді айта береміз. Кәні, You жеңіз. are jumping. You are jumping. Тамаша. Нұрбол. Sun is jumping. Sun is jumping. О. Janice is jumping. Басын айтамыз. Қалай? Жеңіз Janice is jumping. Тамаша. Кәні Нұрбол. Жоқ, інжу бағым болғаннан кейін А болады, е? А көше түрде болады. Бері қараңыздар, балдар. Енді бүгінгі сабағымызды қорытындылап кетейік. Аяқтап, е? Балдар. Үйге жаңа сөздерді жаттап келеміз да, балдар. Қомтас. Жаңа сөздерді жаттап келеміз. Одан кейін 8-ші жаттығуды оқып келеміз. Түсінікті ма? Енді қараңыз, балдар. Мына жаңа сөздердің қалай оқылатынын тағы қайталап берейікші. Сонымен асфалды. Get wet. Суға малу. Get wet. Суға малу. Sail. Хайпын жүзу. Sail. Хайпын жүзу. Water ski. Су шаңғы. Surf. Surfingпен айналысу. Pool. Бассейн. Pool. Бассейн. Dive. Тез түсу. Яғни тағы мағынасы қандай еді? Жоқ. Дайвтың тез түсу, суға сүңгу, су астында жүзу дегенді білдіреді. Тағы бір қайтаршы өзіміз. Water ski. Surf. Surfing. Pool. Итак, түсінікті ғой, е? Fantastic. Жаңа сөздер new words жаттаймыз. Одан кейін exercise 8 оқып келеміз. Түсінікті ғой, е? Goodbye. See you soon.